Достар, сәлем. Сіздер видеоға лайк басып арнаға жазылып жатқанда, мен де көп күттірмей оқиғамызды бастайын. Ендеше кеттік. Өмірімнің шаршаған бір кезеңінде жүр едім. Үлкен қалада өзімді жоғалтып алғандай болып, кішкентай бір елді мекенге көшіп келдім бәлкім. Осы жерден өзімді қайта табармын деген үмітпен сырт көзге қарапайым ғана көрінетін ақ қабырғалы бұл ғимараттың мен үшін жаңа бастамаларға жол ашатынын қайдан білейін. Қасымдағы пәтерде Орынғали тұратын алғаш кездескенімізде, ауыр жәшіктерімді көтере алмай қиналып тұрған сәтімде, ол қолында кофе кесесімен есігінен көрінді. Жүзінде шаршаңқы, бірақ шынайы бір жылы күлкі бар еді. Көздерінде өмірдің ізі қалғандай ауыр, бірақ мейірімге толы бір сезім байқалды. Сол күннен кейін жиі кездесетін болдық. Кейде ескі баспалдақта, кейде аулаға шығатын темір есіктің алдында. Әр кездескен сайын сөздеріміз тереңдей түсті, ал үнсіздігіміз одан да мағыналы бола бастады. Сәлемдескенде көзқарастарымыз ұзарып, күлкілеріміз көп нәрсені айтып тұратын болды. Екеуміз де бірдей жалғыздықты бастан өткеріп, бірдей шаршаумен күрескендей едік. Бір кеште аспанды нөсер жаңбыр басып тұрғанда, үйден шыға бергенімде ол маған қол шатырын ұсынды. Қаласаң бірге жүрейік деді. Даусы сенімді, бірақ жұмсақ еді. Қарсы бола алмадым. Қол шатырдың астына кіргенде арамыздағы қашықтық мүлде жоғалып кеткендей болды. Иығым оның иығына тиген сәтте жүрегімде күтпеген бір жылылық пайда болды. Сол қысқа жолда көп сөйлеспедік. Жаңбыр тамшыларының дыбысы біздің үнсіздігіміздің тіліне айналды. Үйдің алдына келгенде ол қалтасынан кілтін алды. Көзіміз бір сәтке түйісіп қалды. Сол бір сәттің мағынасын ешбір сөзбен жеткізу мүмкін емес еді. Ішке кіріп кофе ішеміз бе? Деді. Мен үнсіз ғана басымды изедім. Ішімде басыла алмай тұрған бір толқу бар еді. Оның артынан еріп, баяу қадаммен пәтеріне кірдім. Сол сәтте өмірімнің бағыты өзгеріп жатқанын сездім. Бұл аты жоқ жақындықтың алғашқы қадамы еді. Орынғалидың пәтеріне кірген бойда үстімдегі дымқыл күртемді шештім. Ол болса қолында сүлгімен қасымда тұрды. Арамызда сөзсіз ақ түсіністік орнағандай. Қонақ бөлмеге өткенімізде кішкентай шамның сары жарығы бөлмені жылы әрі жайлы күйге бөлеп тұрды. Ол маған бір кесе кофе ұсынды. Рахмет айтып алып, диванның бір шетіне отырдым. Өзі қарсыма жайғасты. Үнсіз өткен бірнеше минут екеуміз үшін де жаңа бір нәрсенің бастауы секілді еді. Кофе кеселерін шетке қойған соң, Орынғали маған сәл жақындай түсті. Сол сәтте уақыт тоқтап қалғандай болды. Ешбір сөздің қажеті жоқ еді. Оның жанымда болуының өзі жүрегіме ерекше бір тыныштық сыйлады. Көзімді жұмдым. Тек оның қасымда екенін сезіну ішкі әлемімді тыныштыққа толтырды. Өткеннің ауырлығы да, болашақтың белгісіздігі де сол сәтте маңызды емес еді. Тек осы шақ бар еді, тыныш, қарапайым, бірақ терең жақындық. Алтын болса, бүкіл уайымды сыртта қалдырып, бізді өз құшағына алғандай болды. Қоштасар сәт келгенде, бұл жай ғана қоштасу емес, жаңа бір оқиғаның бастамасы екенін түсіндім. Ішімде ерекше бір тыныштық, жүзімде шынайы күлкімен есіктен шықтым. Баспалдақпен төмен түсіп бара жатып, жүрегім жеңілдеп кеткенін сездім. Кейде өмір күтпеген сәтте жаныңнан табылып, сыбырлап айтады: сен енді жалғыз емессің. Ал келесі таң дәл осындай сезіммен басталды. Қасымдағы пәтерден басталған үнсіз оқиға, бәлкім өмірімдегі ең мағыналы сапарға айналып бара жатқан еді. Иә, достар, тағы бір оқиғаның соңына да жеттік. Видеоны жазылуды. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.